Қысқаға айтқанда Ташкентке сол ниетпен бардым, бірақ енді ол жерден ұста таппадым, өйткені бізде абиым аз ауыл болған ешкім келмеді. Осы ауылдан шыққаннан кейін осы самсаны қаладан ашайын деген ниетпен барып Шымкентте сайрамнан ашқан едім мен. Енді бір ерекшелік керек болды бізге. Сонымен ойлана келді, осы қамырын өзгертейін деген ой келді. Достар, негізі действительно самсаны жесең ана бір қамыр басқаша ерекше, слоеный қылып істегенде жұмсақ. Ол жерде барлығын қарызға бастадым ше. Енді ең көп мөлшер ол Нұрдәулеттің рекламасынан кейін болған бір. Біз енді етті базардан аламыз, өзі анау алып базар, жібек базар өздері анау врачтары, мал врачтары печатпен қойып береді, жаңа жарамды деген сияқты. Ауызашарға кетіп жатыр екен, заказбен кетіп жатыр. Басынан ауызашарға үйді алып кетеді отырды ғой. Самсаның дәмі қалай екен? Дәмі керемет. Мен айтып жеткізе алмаймын. Ауызда еріп жатыр ма? Иә, ауызда еріп жатыр шынында да. Достар, осы хан самсаны жауып атқан бауырымыз, өзіміздің қазақ бауырымыз, басқа жақтан келген адам емес, өзіміз қазақ бауырымыз істеп атқан кәсіп. Қолдап кетейік, осы кісімен қазір кейіпкерімізбен таныстырып кетемін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Есім Сарқұл Бағдәулет, осы Келес Абайда тұрам. Самсамен айналысып отқаныма жалпы бір 3-4 жылдай болды. Бірақ дәл осы хан самса деген атты қойып, осындай самсаны слоеный тестада самсаны істеп отқанымызда бір жылдан астам уақыт болды, 1,5 жылдай. Сізді негізі алдын TikTok көріп жүрсіз ғой, каждый адамда бар. Сол TikTok көрген кезде байқаған едім да. Блогерлер келіп, жеп кетіп, неғып отқанын. Сонау Алматыдан келіп, хан самсаны жеп кеткен негізі. Қызығып өздері. Оны кейін шығарамыз видеосын, неге монтаждың арасында қосамыз. Мен самса көп жеймін өзі ашили тамақтарды. Мен білемін түрінен примерно қандай ерекше екен. Сен самсаң, атың кім сен? Бағдәулет. Бағдәулет. Самса басқаша негізі. Негізі айтып жатыр ята. Қара балықта да бар, Шымкентте де бар деп жатыр. Енді Өзбекстанда көрген болғанмын мен. Бірақ мұндай қытырлақтымды слоеный мен негізі көп көрген жоқпын. Сол үшін әкел бір қарнасы үлкен болса. Енді армандаймыз. Үлкен бола бер, Құдай қаласа. Может быть, егер инвесторлар көріп қалып сені шақырып қалады, может быть, өзім ашып қалатын шығармын деген сияқты. Әрдайым, иә. Ең бастысы ақкөңіл осындай керемет, дәмі бұзылмасын. Қарапайым қазақтар келіңіздер. Енді уайымдамай от души жұмыс істейтін болады, потому что бір ай төлем қойды. Ал мен кетейін. Ешкімге арнайлап келдім. Шымкенттен 2,5 сағатқа 2 самса үшін жеп. Бірақ 2 емес 4 жеп, 5 жеп. Рахмет. От души. Шынымен айтамын, шынымен Құдай куә келіп бір жесеңіздер ғашық боласыздар. Мен сөзіме жауап беремін. Рахмет, Алла разы болсын. Қонаулап қалап баса беріңіз. Жақсы. Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Абай қоя. Абай, Денсайма Абайдың Сарыағаш пен екеуінің ортасында хан самса бар. Біз арнайы Шымкенттен келеміз. Бір рет емес, бірнеше рет. Алла қаласа, одан кейін да келеміз. Мен бірақ неше жылдық тәжірибесі бар повар ретінде бірақ действительно мойындадым. Сарыағашта, Жетісайда, Шардарада бұндай самса жоқ. Бұндай самсаны жеу үшін, көру үшін келіп дәмін көру керек. Шынайы отзыв, ешқандай бір мақта қою анау емес. Бұны бастағаныңызда қанша болды? Қалай қызығушылық, қалай пайда болды? Осы жалпы самса деген тақырыпта осы 2022 жылы өзіміздің Бозай деген ауыл бар. Сол жерде кішкене дүкен ашқанбыз. Сол кезде біз енді ауылда тіршілік деген қайнап жатады ғой, жаңа шөп арту, не істеу, жаңа қой, мал жайлау деген сияқты. Сол кезде дүкенде көбінесе кеп бар роллтон, кекс деген заттарды балдар алып кетеді. Сол кезде енді ой болды. Енді біз бір-екі балдарына тасыған ой болды, самса неге ауылдан ашпайсың деген. Содан кейін қысқаға айтқанда Ташкентке сол ниетпен бардым, бірақ енді ол жерден ұста таппадым, өйткені бізде абиым аз ауыл болған ешкім келмеді. 30 секунд. Достар, ішке кіріп не қылып жүріп, әңгімелесіп жүріп, мына машина өтіп жатыр да, мешайт етіп жатыр дауысқа. Хан самса деген жазуының астында сіз жүріп онда. Енді сонымен сол Ташкенттен ұста таппаған кейін, енді өзім бісмілла деп кірістім енді. Енді ет пен қамыр адам істеген адам істейді деген сияқты. Сонымен ауылда сол кәсіпті бастадық. Өзімде видеолар да бар. Содан әйтеуір болатынына көзімді жетіп, одан кейін жаңағы ауылда бір 2 жылдай, 1,5 жылдай не істедік жаңағы. Тәжірибемізді арттырып алдық сол Бозай ауылында. Қаяқтан үйреніп келдіңіз? Жалпы бұны үйренуде дәл осы хан самсаны өзіміздің жаңағы Ташкентке барып, бір өзіме ұнаған самсаларда тегін жұмыс жасап сол жерде. Бірақ дәл осы рецепті мен өзім былай қарағанда әртүрлі жерден тәжірибелерден арттырдым да. Қазір айтатын болсақ, енді дәл осыны өзіме істеуге жалпы түрткі болған нәрсе, осы ауылдан шыққаннан кейін осы самсаны қаладан ашайын деген ниетпен
барып Шымкентте сайрамнан ашқан едім да мен. Сонымен мен өзім 100% көзім жетті. Енді ол жерде конкуренция былай қарағанда океанға түсіп кеткен балық сияқты болып қалды акулалардың қасында. Енді бір ерекшелік керек болды бізге. Енді былай қарағанда конкуренттерге сен 6 килограмм ет қоссаң, ол да қосады, қазы қоссаң, қазы ол да қосады. Тем более Шымкентте. Ауылдан, тем более Шымкентте. Бізде қаражат та жоқ, ауылдан шыққан бала. Сонымен ойлана келді, осы қамырын өзгертейін деген ой келді. Сонымен көрші Ташкент мемлекетіне барып үйреніп, енді ол жерде де 100% рецептті үйреткен жоқ. Бірақ жаңағы не дейді, тәжірибемізді күшейтіп, сонымен осы жібекке келіп, жаңағы круассан жасайтын балдардан жаңағы осы сол пісірік дейді ғой, сол салада жүрген адамдардан әрқайсысына рецепт әйтеуір құрастырып осы самсаны шығардық. Достар, негізі действительно самсан жесең ана бір қамыр басқаша ерекше, слоеный қылып істегенде жұп-жұмсақ еті де. Мысалы, осыны бастаған кезде қанша қаражат болды сізде? Қанша қаражатпен бастадыңыз? Негізі үйреніп келдіңіз Өзбекстаннан, содан кейін Өзбекстаннан үйреніп, жаңа айттым ғой, жаңа сайрамға ең бірінші барған кезде мен өзім бір кредит алып бастаған едім, негізі бір 3,5-4 миллиондай кредит, бірақ оның бәрі жаңағы ауаға кетті, жұмыс жүрмегеннен кейін. Одан кейін Ташкентке барып үйреніп келгеннен кейін жібектегі өзі мені көріп танитандар болса болады. Шын керек, ол жерде барлығын қарызға бастадым ше. Столды да алып, жаңағыдай самса сатып болған кейін беремін. Бүкіл нәрсені қарызға бастадық, әйтеуір Алланың қалауымен жүріп кетті. Негізі ниет қой, бастысы. Ниет тыңбай еңбек етсеңіз, любой жұмысты алып кетуге болады. Главное, басты ниет қой. Енді айтатын нәрсе, сіз мысалы Ташкентте именно осы самсаны қанша күнде үйреніп шықтыңыз? Ташкентте бас аяғы бір 10 күндей болдым. Ол жерде бірақ жұмыс барысында мен бір 7 күнде ма үйрендім осыны. Бірақ 7 күн дегенде мен оға дейін кәдімгі ташкентский қамыр, кәдімгі слоеный емес самсаны жауып жүрдім ғой. Сол үшін маған оңай болды оны алып кету. Ол дәл осы самсаны алып кету. Қазір енді сезон емес деп жатсыз ғой, өйткені қазір енді ораза айы, бәрі ауыз бекітіп жүр. Именно сезон уақытысында қанша тандыр кетіп отыр, қанша самсадан? Бір тандырға 90-нан 100-ге дейін кетіп отыр, штук. Енді саудада тұрақтылық болмайды ғой, бірақ енді максималды алған кезде ең көп мөлшер. Ең көп мөлшер ол Нұрдәулеттің рекламасынан кейін болған, бір 10 тандырға шыққанбыз, бірақ енді жалпы күндерде бір 5 тандыр, 7 тандырдың арасында. Кейде бір одан да түсіп кетеді, кейде одан да көтеріліп кетеді деген сияқты. Тандыр қаяқтан аласыз? Тандырды өзіміздің осы келес Абайда Тимур деген ағамыз бар, сол кісіден аламыз тандырды. Ол кісінің номерін қалдырып кетеміз. Ол алдыңғы шыққан видеода. Сол кісіге звондап, сол тандыр заказ берсеңіздер болады. Енді ет сізде қалай? Халал немен неғып жатыр ма, келіп жатыр ма? Әрине ол ет. Көбісі сұрайды, мысалы, қазір енді неше түрлі жағдай болып жатыр ғой. Ет алып жатса, басқа жақтан алып жатыр екен деген сияқты соны видеолар шығып кетті негізі. Біз енді етті базардан аламыз, өзі алып базар, жібек базар өздері врачтары, мал врачтары печатпен қойып береді, жарамды деген сияқты. Дәл сол сияқты жібектен алып отырамыз. Азамат деген, Жандос деген, одан кейін мына жақта Арман деген аға бар, етпен айналысатын Абай базарда. Тексерілген еттер, тексерілген өткен бәрі халал. Енді келесі сұрақ, самсаның процесі, изготовка дейді, дайындығы қалай болады? Енді самсаның дайындығы бір күн алдын дайындап қою керек, барлық нәрсені. Заготовканы бір күн алдын дайындап қоясыз, жаңағы қамырын, пияз, ет барлығын туралап, жаңағы мариновкасын жасап, одан кейін келесі күні жаңағыдай жабу процесі басталады. Сол. Қазір тек қана өзіңіз істеп жатсыз ғой оны, өзіңіз заготовкасын дайындап жатсыз, өзіңіз пісіріп жатсыз. Жоқ, қазір менің қасымда тағы бір бала бар еді, ол қазір бүгін жұмысқа шыққан жоқ. Негізі бір үш жігітті осы хан самсаны үйретіп, үшеуді осы өзіміздің қазақ Сарыағаш Абайдың балдары. Осы самсаны. Достар, мынандай ғой, басында карантин болған кезде, бағанада айтып кеттім ғой мен. Басында карантин болған кезде мен бүкіл енді Өзбекстан азаматтары нан жабатын. Өздерінің еліне кетті да, мына жақта нан болмай қалды. Действительно нан болмай қалды. Базарға келсең нан жоқ. Өйткені нан жабатын адам жоқ. Сол сияқты мен сол кезде өйтіп тырмысып нан жабуды өзіміз үйренсек болады ғой деген ниетпен ана жақтан үйрендім, мына жақтан үйрендім. Бірақ енді көздің несімен маған тандырға түсуге болмайды екен да. Тандырдың ішінде де ыстық қой енді. Сол үшін айтайын дегенім, жұмысты если өзіміз бастасақ, өзіміз жұмысшыға ақша кетірмей, өзіміз істесек, жақсы пайдаға шығамыз негізі. Енді
бізде қазақтан мынандай қалыптасып кеткен ғой, любой бизнесте адам алып келіп істету керек деген сияқты. Иә. Адам қаяқтан алып келеді? Түсінікті қаяқтан алып келеді. Көрші елден. Негізі өзіміз істейтін болсақ, жұмысты өзіміздің отбасымызды істейтін болсақ, арзан түседі, жұмыс шығады. Одан кейін кішкене көбейтіп, өзі коллега жұмыс өз-өзін алып кетеді дегеннен кейін уже қоса берсең болады деген адамдар. Иә. Түсінікті. Процесс, мысалы, қамыр бірінші дайындалады, өз илейтін нелер бар ма? Оны көрсете аласыз ба негізі? Оны дәл қазір барлығын уже илеп, уже дайын қылып қойдық та, дәл қазір жұмыстың бәрі бітіп тұр. Енді тандырға саған қазір шығады, иә? Иә, тандырға саған қазір құдай қаласа шығып қалады. Көрсетіп жіберейік қазір. Енді мынандай сұрақ сізге. Бірінші қанша тандырмен бастадыңыз? Бірінші сол бір тандырмен бастадық қой. Бір тандырмен. Ауылда сол бір тандырмен бастадық. Мына Жібек базарда да ең бірінші местамызда да сол бір тандырмен бастадық. Қазіргі таңда қанша түрлі самса істеп жатсыз? Қазір екі түрлі самса шығарып жатырық, кесе самса шығарып жатырық, одан кейін өзіміздің осы қан самсаны шығарып жатырық. Алдағы уақытта да тағы бір түрлі самсаны қосуға ниетіміз бар. Ішіне қазы салып, қазақ самса деп шығарып болады ма? Енді қазақ самса айтпай-ақ мәлім ғой қазақ самса екен. Енді қазы салуға да болады, иә. Бізде сол ғой, кішкене қазы қосып жіберсең болды, қазақ самса болады. Ішіне шашлик қосып жіберсең, қазақ өзбек самса болып кетуі мүмкін, иә. Болгарский қоссаң, ұйғыр болады. Иә. Любой нәрсені қосып жіберсең. Қазір салынды бағана тандырға, сол қанша минут тұру керек? Негізі жалпы стандарт уақыт жарты сағат. Бірақ енді өзіңіз 40 минут тұрса, еті мен пияз әдемі піседі. Жаңа оттың тандырдың ыстығына байланысты. Енді бұл андай емес та, бір градусқа қойып қоятын бір механика емес. Өзі тандырдың несіне ыстығына қарап піседі. Негізі жарты сағат пен 40 минуттың арасында піседі. Негізі баяу отта қойып пісетін дұрыс болады ғой, баяу отта көп пісірген жақсы болады. Бір минус жері көп тұрған сайын отта қамыр қатая береді да. Тұрған сайын қамыр қатайып, былай қарағанда сухой болып бастайды. Негізі қамыр слоеный еді, иә? Слоеный. Слоеный болғаннан кейін ол көп тұрған сайын май қатып болады. Иә. Былай қаттаманың қамыры ғой негізі. Иә, қаттаманың қамыры. Енді қараңыз, сіз самсадан басқа тағы не қосатын ой бар, мақсат? Қазір тандырларға, мысалы, грильде пісіріп жатыр, гриль болып қойып, ондай мақсат бар ма негізі алда? Негізі қазір көріп тұрмын, ошақ қойып қойыпсыз. Иә. Енді мақсат, енді жалпы тандырда гриль пісіру мақсаттың бар деп айта алмаймын, енді ойда жоқ. Бірақ енді осы самсаны біздің мақсат қазір өзіміздің көрші Өзбекстанда тойларға шығарады, кішкентай қылып тандыр самсаларды. Сол нәрсе біздің Қазақстаннан былай қарағанда жоқ та. Ешқандай тойда барлығы сол духовканың самсасымен піседі. Былай қарағанда тандыр нан мен буханка нанның айырмашылық қамыры бәрі біліп тұрады ғой. Соны негізі барлық тойларға кішкентай бір 150-100 теңгелік қылып негізі сондай шығару негізі бір ойда бар да, құдай қаласа. Тойдың бизнесі жақсы ғой. Иә. Нанның размерін кішірейтіп, уже тойдың самсасы болып кетеді. Иә. Ташкентте сондай да. Мен өзім жұмыс жасап жүрген кезде, мысалы бір 1000 самса өтетін болса, соның бір почти 70% тағара дейді ол жақта. Сондайға кететін еді, заказ дейді ғой, тойларға. Енді қандай кеңес беріс осындай бастайым деген адамдарға қандай қаражатпен бастауға болады, кем дегенде? Жалпы кеңес дегенде енді біз қалай айтсақ болады, бір кеңес беретін. Жоқ, енді адамдар болады ғой, не бастайым, осындай бастасам болады екен, бірақ кішкене қаражат кішкене аздау болып тұр. Осындай кішкене минимальный суммамен бастап кетсем болады ма екен деген. Иә, негізі осы біз сияқты кәдімгі жолдың бойы, ауыл жаңағы трассаның бойларына негізі өте көп қаражат кетпейді да. Бір дайын жеріңіз болатын болса, бір 500 мың теңгемен смело бастап кетуге болады. Локация қажет ете ма бұл? Негізі локация жақсы рөл ойнайды, қажет етеді. Өйткені адамдарға ыңғайлы болу керек та, алып жеп кеткеніне. Жол жөнекей кетіп жатыр, алып кететін. Алтын сізде мысалы Жібек базарда болды деп жатсыз, ол жерде енді сіз нешеге дейін жұмыс істейсіз? Қазір 6-7 дейін, кейде 8 саудаға қарай ғой. 8. Кейін мысалы жаздың кезде енді күн ұзақ қой, 10-ға дейін қосуға болады мысалы. Базарда үйте алмайсыз. Иә, базарда. 9-да ашылды, кешкі сағат 6-та жабылады. Все, уже сенің тандырыңда жабылады да уже. Бұл жерде уже өз еркіңде қаншаға 10-ға дейін қойды, 12-ге дейін істе. Жолдан кетіп жатқандар алып кете береді полигон. Қабатқан жағдайда да. Бізде базардағы Жібектегі орнымыз жауғанымыздың басты себебі анандай болды да, әке. Бізде ол жерде Нұрдәулеттің рекламасынан кейін былай қарасаң 100 адам келіп тұр. Мен тандыр самсамда 100 ғана самса бар да.
бірақ ол адамдарға әрқайсысына 10-нан 1000 самса керек та. Енді менде ол жерде базардың өздерінің жаңағындай нелері бар, жаңағы өрт қауіпсіздігіне 2-3 тандырдан артық қоюға болмайды. Одан кейін менің заготовка ханама жұмысшылардың көлемі бір ары кетсе бір 4-ақ адам кіріп жұмыс істей алады. Бұл жерде оқтаумен істейміз ғой. Уже 5-ші адам ала алмайтын болдым да мен. Помещениенің тарлығы. Помещениенің тарлығына сол бойынша көштік негізі базарға. Қазір енді жақсы ғой. Құдайға шүкір әйтеуір жақсы. Өкімет жағынан көмек болып жатыр ма? Қазір енді бизнесмендер қолдап жатыр ғой. Ондай жағы болып жатыр ма? Енді біз өзіміз бірінші өкіметке барып бізді қолдаңыз деп ешқандай бір документ өткізген жоқпыз да. Енді содан кейін де шығар енді. Ондай бір қолдау енді болатын шығар Құдай қаласа, бірақ түйеге жантақ керек болса мойын созып дейді ғой. Сондай ғой. Әлі мойнымыз созған жоқ. Басқа нәрсесін айтпай ақ қойын да. Әлі созған жоқпыз. Негізі өкімет өзегіңді талдырмайды ғой. Қазір көптеген бағдарлама шығып жатыр. Құдай қаласа келесі видеода біз 20-20 кәсіпкерлікке барамыз. Ол жаққа ұсыныс тастадым. Кәсіпкерлікте көп бағдарлама түседі жоғарыдан. Субсидия бөлінеді, ақша бөлінеді, көп бизнес бастауға ақша бөлінеді. Соны барып түсіп, қандай бизнестерге ақша бөлінетінін соны халыққа агитация жасап, былайша айтқанда. Негізі көп халық біле бермейді. Сөзіңіз аузыңыздан негізі дәл осы саламен бізде қазір 99% өзбек ағайындар айналысып жатыр да. Қазір мысалы өте дұрыс айттыңыз да, бізде жұмыссыздықты жою мақсатында осындай нәрселер грант бөлінетін болса егер, мысалы бір самсаны бізде қазір 80 теңге болып жатыр нарықта жабу. Астана жақтарда 100 теңге. Енді ойлаңыз, енді 100 теңге деп есептей берейікші. 100 теңгеден мысалы бір адам, бір ер азамат бір күніне 300-400 самса жауға күші жетеді. Жетеді. Сонымен енді 100 теңгені есептеңіз күніне 40 000 теңге. Қазір мысалы шетел аралап Англияға, Россияға кетіп жатқандар көп та, бірақ өзіміздің елімізде жұмыс көп, сол жұмысшы ақысын қазір Өзбекстаннан көрші еліміздің азаматтар келіп істеп кетіп жатыр. Енді қызғанмайсың ғой, бірақ бәрібір де өзімізде дайын тұрған сондай салалар, бос салалар қазір былай қарағанда шетелдің азаматтары келіп иеленіп алғанда сол салаларда. Мағынасы алыстан арбалағанша жақыннан дорбала дейді ғой. Иә. Өзімізде де жұмыс көп, если миды істететін болсақ. Бағана айтып кеттім кәсіпкерліктен. Неге оны айтып жатырмын? Өйткені сол жаққа ұсыныс тастадым, каждый 2 ай сайын или 3 ай сайын сол жақтан видео істеу. Қандай бағдарлама отыр, соны 3 ай сайын шығарып отырмын. Өйткені адамдарға қазір не бағдарлама шығады, халыққа жетпейді, шыны керек. Сөйтеді да, түбінде келгенде кім жаман? Анау жаман, мынау жаман дейді да, сөйтіп басқа немен шығып кетуі мүмкін да. Иә. Сол үшін халыққа жету керек. Любой бағдарлама шығып жатыр ма, халыққа жетіп бизнеспен айналысу керек, қарапайым халықта. Не только ана приближенный, өздерінің қасындағылар. Дұрыс айтасыз. Неге сөзін шыны керек сол. Ана жақтан түседі, қасындағылармен бөлісіп, не алмай, оны қарапайым халыққа жеткізсе, сол кезде бәрі жұмыспен қамтамасыз етіліп, қазақтарда жұмыспен айналыса алады. Негізі түбі керек. Бағана айтасыз ғой, ақша бөлінсе, неғса, оны баспен істетіп, бұны одан да үлкейтіп, басы жалқаулық болмау керек та. Болады, жалқаулық болмау керек, еңбек ету керек, еңбек түбі бәрін жемек дейді ғой. Енді сізге басқа жақтан, басқа қаладан бәке осындайды кәсіпті үйреніп кетсем бола ма, мен Көкшетаудан немесе Қостанайдан ашайын деген едім деген ниеттер болып жатса халықтың, оған қарсы емессіз ғой, Енді өзіміздің қазақ бауырлар. Осы сұрақ негізі қойылады деп тұрмын. Негізі қарсы емеспіз, негізі үйретуге бар ғой. Айтатын бір 3-4 қазақ жігітін үйреттік. Көрейік енді, сөйлесіп көрейік, енді адамның да несіне қараймыз ғой жаңағы. Қай жерден ашады, қалай болады деген сияқты. Енді қолдан келгенше, егер ашып жатса, қолдан келгенше көмегімізді береміз. Тек қана түсінгенім, тек қана оңтүстіктен болмаса болды, Шымкенттен болмаса. Қалған басқа қаладан звондай беріңіздер. Енді болады, мысалы, Көкшетау, Астанадан да действительно жоқ ол жақтарда, мысалы, слайонный, бағана көрдік қой енді, тапқасаң қамарда кетіп жатыр ғой, аузыңа жақындатсаң, аузыңа өзі секіріп кетіп жатыр ғой, кім айтпақшы, еспаным айтпақшы. Действительно әдем екен, дәм де жақсы екен. Кеңес берін бәріңізге. Ашыңыздар, үйреніңіздер. Мысалы, бағана айтып жатырмын, Қостанайда жоқ бұндайлар. Бағана біздің сияқты лепешкаларда жоқ негізі. Өзбекский.
үйренсе жақсы ғой. Каждый қазақ баласы өзінің бір семьясын бағып отырады мысалы. Иә. Сен анау жаман, мынау жаман деп үйде телефон ұстап, комментарий жазып ұстап алмай Өте істесін, дұрыс. Если адам келетін болса, қанша күнде үйреніп кете алады бұны? Өзінің несіне де байланысты, бірақ енді Иә, бір ебіне де байланысты. Ебіне де байланысты. Бір толық үйреніп кететін болса, бір айға жуық, енді бір 3 апта, 2 аптада үйреніп кететін шығар. Енді толық, в общем, жалпы маманы болып кетемін десе, бір айдай жүрген дұрыс та. Қасыңызда жүреді ғой енді. Өзі істеп, өзі жұмыс жоқ. Полный баспен сүңгіп кету керек қой үшін. Сондай. Өзі істеп, өзі илеп. Енді илейтін сізде өзіңіз илейсіз ба или не бар ма? Тестомешалка? Жоқ, бізде қазір барлығы сол ручной жұмыс. Тестомешалка енді алдағы уақытта алатын шығар, барлығын өзіміз қолмен илейміз. Біз ана келіншегім екеуміз баста полуфабрикатты ашатын кезде қаттаманы қолмен илетек. Қаттамасы деді бірінші. Енді ананы өзім илетем. Таңертең тұрасың, белді алмай қаласың ғой, действительно. Содан кейін жай көтеріліп, уже тестомешалка алдық та. Негізі тестомешалка болса, кішкене жеңілдеу болады жұмыс. Иә, ол аппарат деген енді адамға қарағанда қайда жұмыс өнімділігі жоғары ғой енді. Мысалы, бір аппараттың өзі бір 10 адам жұмысын өндіріп тастауы мүмкін. Иә, құдай қаласа. Баста қандай? Алып қосарыңыз. Алып қосарың. Ана самсаны көрсетіп беріңіз. Қазір. Несін? Бұл уже пісіп қалды ше. Енді суырған кезде көрейік енді, бұл қазір кішкене шамалы 5 минут піседі. Одан кейін барып не аламыз. Бәке, бір қап ұннан қанша самса шығады? Бір қабынан негізі тестаның бір самсаны 100 граммнан кесетін болсаңыз, бір 800-дей шамада плюс-минус сондай самса шығады. Бір қап ұннан. Қанша кило? 50 килограмм. 50 килограммдан 800 самса шығады. Енді күнде қанша қап кетіп отыр? Сезонда көп дегенде. Сезонда енді сол бір қап сондай болады ғой. Бір қап 800. Самсаның бағасы 400 теңге. Дальше өздері санай беріңіздер. Иә, енді бұл жерде негізі басты ең көп шығын ет қой. Қазіргі кезде еттің бағасы енді қымбаттап кетті ғой, 3700 теңгеден болып кетті да, сүйексіз еттер. Енді қалған шығындар енді былай қарағанда самса өтіп тұрса, былай есептемесе де болатын шығындар да. Тем более қазір Өзбекстанға тасып жатыр ет. Бізден Өзбекстанға тасып жатыр ет. Енді бағасы кетіп жатыр. Ет жағы қымбат болады. Жақсы, көрсетіп жүріңіз қалай бір-екінен. Біздің анау самсаның қазір ішін түсіріп жібересіз ба? Ішін түсірген кезде анау кішкене жұрттардың осы сұрақты постоянно қояды, анау күйіп кетті ғой самсаң деп анау жолдың бойында болған кейін жүгіріп келеді ғой. Қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, біреуін кез келген біреуін алып алатын да. Іштен түсірдің да? Міне. Біреуін алып жатыр міне. Біз қаттамалы самса болғаннан кейін бұл қазір үшеуін алайын. Қазір күйген сияқты болғанмен, көріп тұрсыз ба? Асты. Тап-таза да асты. Енді қаттамалы болған кейін бір қатпары енді по-любому күйеді да. Енді көпшілік адам келеді да, күйген деп ойлап қалады да. Негізі күйгені әдемі піскен. Енді қатты міне дәл осы қызғылт рең дейді ғой. Осы рең таза піскен болып есептеледі да. Адамдардың көңілін таба алмайсың. Қанша адам сонша мнение ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Дәмді ғой, главное халал істеліп жатыр, таза істеліп жатыр мысалы. Иә. Бағана өздеріңіз көрдіңіздер, перчаткамен салып жатыр. Главное тазалық сақталып жатыр. Кәне енді ішке келдік. Кісілер, ассалаумағалейкум. Самса жеп жатқан екен, ас болсын. Рахмет. Самсаның дәмін айтып жіберсеңіздер. Дәмін жаңа жеп көрдік. Тағы да заказ беріп жеп отырмыз. Керемет. Бұл жол арнайы көрген соң кірген жайымыз бар. Керемет. Рахмет. Осылай әр қазағым дами берсін. Самсаның дәмі қалай екен? Дәмі керемет. Мен айтып жеткізе алмаймын. Ауызда еріп жатыр ма? Иә, ауызда еріп жатыр шынында да. Рахмет. Әрдайым көріп тұрамыз ғой. Рекламаны сол кезде. Жолдан өтіп жатқан беніздер, сөйтіп тоқтадың. Көкпардан келе жатырық, Жетісайдан соң. Машалла. Көкпардан келе жатып кірген жайымыз бар. Керемет, рахмет. Жақсы ас болсын. Енді кімнің аузы берік болса, айып етпеңіздер, кешірім сұрап қоямыз. Енді отзыв та керек болды бізге. Достар, насамса, қанша штук байқа? Ауыз ашағы кетіп жатыр екен, заказмен кетіп жатыр. Бастан ауыз ашағы үйді алып кетеді отырды ғой, ә? Әдемі.
түрін қарасаңшы түрін әп-әдемі. Енді тамақ жағын шілей анда бүйтіп деп бүйтіп ана жей алмаймын енді. Басқа кісілер сияқты. Бірақ дәмін өзі айтып тұр, несі, түрін өзі. Шатасып кеттім. Үшеу қойдым ба? Достар, сұхбатымыз осымен аяқталды. Енді айтатын болсақ, бәке, жас кәсіпкерлерге, не только мына самса бастаймын деген, басқа да кәсіпкер енді бастаймын деп жатқандарға қандай кеңес бере аласыз? Енді Сіз айналысып жүрсіз ғой кәсіппен, бастадыңыз. басқалар болғанда только самса саласында айтатын болсам, енді қалғандарына енді бірден бір нәрсе дей алмаймыз. Енді бірақ осы фастфуд дейді ғой, тез тамақтану, көше тамағында негізі бірінші орында Орта Азияда самсада ешқандай бір донер емес, бір бургер емес, сан жағынан қазір бізде мысалы 5 мың, 10 мыңдап сатып жатқан самсалар бар. Дәл осы кәсіпті басқа қалалардан мысалы Атырау, Ақтөбе бар ғой, өзіміздің шығыс, солтүстік жақтардан ашатын болсаңыздар, бұл енді тандырда бір кесекте піскен нәрсе, бәрібір сіздерге клиент былай қарағанда бұл өшпейтін бизнес та, ақыр заманға дейін тұратын бизнес дейді ғой, тамақ саласы, оның ішінде самса. Бастасаңыздар өкінбейсіздер. Ең бастысы жалқаулықты қойып үйренетін болсаңыздар, Құдай қаласа еңбектің жемісін жейсіздер. Айтарым сол. Әдемі. Бағана айтып кеттік қой достар, если осы кәсіпті үйренем, білем, істеймін өз қаламда дейтін болсаңыздар, астына номер жазып кетеміз. Бәкең хабарласып, звондап, сөйлесіп, келіп үйреніп кетіңіздер. Бұл кісінің есігі сөйте әрдайым ашық. Енді бәке сізге үлкен рахмет. Өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп, бізге бөлісіп, кеңес беріп, айтады енді самсамен бағана дайындалып жатсыз. Соған үлкен рахмет сізге, шын жүректен. Сіздерге де алғыс айтамыз енді осылай жақсы YouTube каналдар көбейе берсін, халыққа пайдасы тиетін. Негізі каналымыздың өзі бизнеске бағыт деп тұр ғой. Біз адамдарға мынамен айналыс демесек те бағдар көрсетуге әрдайым тырысып жүреміз. Өзбекстанға барсақ та, Қазақстанда болсақ та, кәсіппен айналысқандар дұрыс қой. Үйде отырып алып, бағана айтқан сияқты, диванда отырып алып, мен видеоның астына комментарий жазып, мынандай болмайды ғой, соның бағасы мынандай ғой деген сияқты. Қазақшаң мынандай емес екен, мынандай. Сіздер ондай емес, кәсіп ашуды ойлаңыздар. Отырып алып, мін іздегенше да, әр адам мін іздей алады. Любой нәрседен мін тауып болады да. Ең бастысы кәсіп ашып, ақша табу, байды ойласаңыздар, отырып алып, ана жаман, мынау жаман демей. Бастысы адалынан тапса, берекесін береді. Достар, осы видеоның астына лайк басып, сізге көмектеспесе де бұл видео, сіздің достыңыз айналысуы мүмкін. Соған да жіберіп қойыңыз, Құдай қалса. Астына лайк басып, достарыңызды тарқатып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет.